Байлар да жылайды. 6 бөлім. Анамның көңіл күйі болмағанын түсінемін. Өйткені көкейінде маған деген күдікпен қауіп бар. Қалай болғанда да ол ана ғой. Менің киген киімдерім мен қол сөмкемді іштей есептеп шыққаны анық. Себебі бас аяғын қосқанда 300-дің үстінде, сондай-ақ қалтамда 100 мыңдай ақша тағы бар. Бұл дегенің осыдан 18 жыл бұрын үлкен ақша ғой. Міне анамның маған үрпие қарағанының себебі де осы. Алайда ол менің анам болғандықтан мені жамандыққа қимай жақ ашпады. Сол үшін анаммен осы жайлы ашып сөйлесудің сәті түспей қойды. Ал ол кезде біздің ауылға ұялы байланыс деген енді келіп жатқан. Тіпті қалталы телефон дегенді біреу білсе, біреу білмейтін кез. Бауырларым болса ондайдан мүлдем бейхабар. Сонымен не керек, жүгіре жортып әкемнің асына дайындықты бастап жібердік. Амандық болғанда осы жыл 50-ді еңсеріп отыратын кез еді. Ойда жоқта сұм ажал кеп арамыздан алды да кетті. Тағдырдың салғанына шараң бар ма? 4 жетім мен 1 жесір соңынан шулап қала бердік. Міне, сонан бері 3 жыл өтті. Анамның жағдайы күннен күнге қиындап, үй тозып күй кетіпті. Жалғыз ана қай біріне жеткізсін. 3 бауырымның оқуы, ішіп жейтіні, киімі дегендей бәрі де осы анамның мойнында болған. Ал мен жағдайым болса да, анама қомақта ақша салуға батылым жетпей біраз қиналғаным бар. Өйткені әпкетайым жоқ демесе де, өз киімімнен өзіме жаратқан ақшадан соң үйге ақша сала алмағанмын. Мүмкін мұныма біреулер таң қалар, бірақ ондай ортаға түскенде солардың ойындағыдай киініп жүру бұл заңдылық. Енді айта кетейін, тіпті мынадай да қызықтар болады. Сен алған киім қымбат дүкенде 50 мың тұрса да, жай ғана дүкенде 30 мың тұруы мүмкін. Бірақ сен қымбат дүкеннен сол 50 мыңдықты алып киінуің шарт. Бұл негізі біздің елдегі байлар арасында жазылмаған заңдардың бірі. Өйткені сенің статусың өзгелерден бөлек екенін дәлелдеуің керек. Сондай-ақ ескі құсқы киіммен жүріп, сәкеңдей азаматтан айырылып қалудан тағы да қорыққаным бар. Міне, соның сәтін кеше салып барымды тағынып арқаланып ауылға жеткенім осы. Енді маған соның бәрін анама түсіндіру ғана қалды. Ал анамның ойлап жүргені де осы. Міне, реті келіп батпан құйрықтың бетін ашатын кез жетіп тұр. Мама, екеуміз ғана отырып сөйлессек бола ма? Сізбен ақылдасайын деп едім деген сөзімді естіген мамам онан сайын шошып түсті. Тап сол сәт менен не күткенін білмеймін, әйтеуір әжім басқан екі беті қызарып, қабағы түйіліп кетті. Ал мен болсам басым бастадым ғой, соңына дейін жеткізейін деген оймен онан әрі сөйлеп кеттім. Мама, қаладан бір әпкетай тауып алдым. Өздері өте бай тұрады. Жұмысымды тастап соның үйіне көшіп кеттім. Қазір сол әпкеммен бірге тұрамын. Қалада бизнесі бар, сол бизнесіне қараймын. Сосын 2 қызы бар, бірақ екеуі де шетелде тұрады. Өздері өте бай болса да өте ақкөңіл мейірімді жандар. Мына қымбат киімдер мен мына ақша менің сол еңбегімнің жемісі. Бұл ешқандай да арамнан келген ақша емес мама, дей бергенімде көзіне жас үйірілген анам мені құшақтап алды. Ақылды қызым менің, өзіме тартқан ғой өзіме. Еңбек етсең жемісін жейсін деген ғой. Көңілімде кірбің болғаны рас қызым. Ақымақ басым-ай, кешіре көрші анаңды дейді, 2 бетімнен кезек-кезек сүйіп. Қайтейін, осыдан соң анамның құшағына тығылғаннан басқа амалым қалмады. Бірақ мен өз сөзімді соңына дейін айтып болғаным жоқ қой. Темірді қызғанда бас деген, онан әрі сөйлей бастадым. Өйткені сәті түсіп тұр. Мама, мам деймін, құшағына онан әрі тығылып. Мам, сізге айтайын деген басқа да бір сырым бар еді. Егер сіз маған ұрыспасаңыз айтайын дедім көзіне қарап. Мұндай сөзді күтпеген анам сасқалақтап қалды. Айта ғой қызым, не еді? Айтқың келгеніңді жасырмай айта бер. Кел отыр қане деп сол бөлмедегі диванға жайғаса кетті. Осылайша маған мүмкіндік туып бастан аяқ бәрін айтып шықтым.
Тіпті сол еркек маған ұнайды деп те айтып салдым. Ал көзіне жас үйірілген анам болса отырып алып тыңдай берді. Көп созғаным жоқ, бәрін де баяндап бердім. Сонда ғана ауыр күрсінген анам тіл ашты. Қызымка дейді, нағашы атаңды естуің бар ғой, яғни менің әкемнің әкесін. Сол кісі 3 әйел алған, бірақ ол сонау сұрапыл соғыстан кейінгі жылдарда болған. Өйткені еркек кіндік жетіспей сол үшін алған. Міне сол 2-ші тоқалдан менің әкем туған, онан мен туғанмын. Ал енді сен жассың қызым, оның үстіне 2-ші боп тиетіндей басыңа күн туған жоқ. Көңіліңе алмағайсың. Менің түсінуімше сен ол еркектің өзін емес ақшасын ұнатқан сияқтысың. Егер ақша үшін болса, онда сен осы жерден бәрін қойып өз теңіңді ізде. Ал егер өзін ұнатқан болсаң, онда саған жол ашық. Бірақ мен сол әпкетайыңды өз көзіммен көрмей саған рұқсат бере алмаймын. Егер бәйбішенің сөзі рас болса, онда ол өзі неғып сенімен еріп келмейді. Меніңше бұл жерде бір шикілік бар сияқты дейді. Негізі анам ойлағандай ешқандай да шикілік жоқ еді. Бәйбішенің келе алмайтыны өзіме аян, денсаулығы жоқ. Қымбат дәрілер мен қымбат үйде әупірімдеп қана аман жүр. Оны мамам қайдан білсін, айтып түсіндірдім. Тіпті әкемнің асын өткізіп Құран бағыштап болған соң өзара екеуін сөйлестіретін боп шештім. Анам ғой енді бір жағынан таң қалып жатса, бір жағынан қорқақтап отырып келісімін берді. Міне мен осылайша анамның алдында өз басымды ашып алдым. Енді маған ешқандай кедергі жоқ, тек сәкеңді құрықтасам болғаны. Алайда осы келгенде менің ойым жүзеге аспады. Ауылда апта жүрсем деген ойым қаладан келген хабардан күрт өзгерді. Әпкетайым тағы да ауырып қалалық емхананың жансақтау бөліміне түсіпті. Осыны тілге тиек етіп анамның ақбатасын алып кері шығып қалаға жеттім. Енді маған бұрын жұмақтай көрінген үй тозақтай көрінді. Шетелдегі 2 қыз келіпті. Кіші қыздың жайы белгілі, таныспыз ғой, мені құшақтап көзінің жасын сығымдап алды. Ал енді үлкен қыздан Алла сақтасын. Ойлағаным ойдан анық шықты. Аузы басы кезеріп көзінен от шашқан біреу. Кірпік қақпайтын қатігез екені көрініп тұр. Егер де осы қыздың көңілін таппасам, онда маған сәкеңнен келер пайда жоқ. Оның үстіне мен әлі сәкеңнің құшағында болмағам. Тоқал деген атқа да ілініп үлгермегенмін. Бұл тек қана бәйбішенің арманы еді. Енді маған сол бәйбішенің аман есен арамызға оралуын тілегеннен басқа амалым қалмады. Олай дейтінім, пендеміз ғой. Кейде осы бәйбішеден ертерек құтылсам ба деген арам ойға берілгенім де рас. Қалай болғанда да Алланың өзі кешірсін. Адам дегеннің миына нелер кетіп кетпейді дейсің. Сондағым бәйбіше олай бұлай боп кетсе, мына еркек маған көзін сүзер ме еді деген ойым ғой. Құрығанда мына сорлы маңыма жоламай қой демес пе. Еркек аттан садаға кеткір. 4 ай бойы тұла бойымды бір түртпеді ғой, қайтейін. Сонымен не керек, ертесіне мен күткен хабарда жетті. Алла сақтап бәйбіше жан сақтау бөлімінен палатаға ауысты. Беті бері қарап 3 күннен соң үйге де жетті. Мұны естігенде бәріміз қуана кеттік. Сонымен аман сау келген бәйбішенің қасында 1 күн ғана болған үлкен қыз жорыққа кетті. Осындағы достарымен бүгін Бурабайға кетсе, 2 күннен соң ғана төбе көрсетті. Бірақ анасының қасына 1 күн қонып, ертесі көк төбе деп тағы да қаңғып кетті. Ал кіші қыз достарымен үйден шықпады. Тең-теңімен, тезек қабымен деген осы екен. Үй ауласына не бір қымбат көліктер сыймай кетті. Бәрі де осы қаладағы мен деген байлардың ұл қыздары. Осылайша бәйбіше бұрынғы қалпына келді. Сонан соң менің анаммен сөйлесіп, үйдегілердің бәрін жинап істі тездетуге кірісті. Шынымды айтсам, үлкен қызы Индирадан қауіп күткенім рас еді. Алайда ол қызда менен кет әрі болмай әкесін құттықтап жатты. Бір қызығы, осының бәрі бас аяғы 1 аптада бітті. Ауылдан нағашы әпкесі мен келінін ертіп анам жетті.
Осы қаладан Сәкеңнің бірге оқыған досы мен алыстау бір туысқаны келді. Сосын бірлі-жарым көрші-қолаң болды. Осылайша бар жоғы 15 адаммен менің некем қиылды. Міне, өз арманыма осылай қол жеткіздім. Қуанышымда шек болмай төбем көкке жетті. Мұны ешкімнен де жасыра алмадым. Ақ батасын берген анам ауылға тартты. Құрбы-құрдастарым қоңырау соғып анық-қанығын сұрап жатты. Тіпті Сәбира өте бай кәрі шалға тұрмысқа шығыпты деп ауыл шулап жатты. Енді біреулері тоқал болып тиіп алыпты деп күңкілдеп жатты. Осылайша біреуге күлкі, біреуге түрткі болған күндерім басталды. Алайда мен шын сүйген Сәкенімнен қайран болмады. Сарғая күтіп жатсам да келіп сағынышымды баспады. Құшағына тартып құмарымды қандырмады. Қу басым сонда ғана бұл сорлының бәйбішенің сөзін жерге тастамай амалсыздан көнгенін түсіндім. Енді маған мына кең үй тар қапасқа айналды. Өйткені әлі де қуанышымнан қорқынышым басым болды. Көкейімді мына адамға қажетім жоқ екен-ау деген күдік ұялап алды. Бар арманым қалай болғанда да осы үйде тұрып бала туып осыншама байлыққа ие болсам деген ой болды. Бірақ алдым да қайдан, кімнен, қалайша деген сұрақтар тұрды. Әсте ол мүмкін емес еді. Ол үшін тым болмаса Сәкеңнің құшағында бір түн болуым керек еді. Қысқасы, осымен менен шыдам бітті. Өйткені неке қидырғанымызға апта өтсе де мына еркексымақтан қайран болмай санам сан жаққа жүгірді. Соңында бар мұңымды бәйбішеге шаққаннан басқа амалым қалмады. Өйткені болары болып бояуы сіңіп шегінерге жол қалмаған еді. Жалғасы бар.